Карапайым вафлиден 5 минутта десерт жасауға болатынын білесіз бе? Ендеше видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, қолдай кетіңіз. Бұл десертті жасау үшін бізге кез келген вафли, арахисіне жаңғақ, сосын сары май керек. Ал мен вафлиді блендермен ұнтақтап аламыз. Ол болмаса, оқтаумен үзуге де болады. Ezilген вафлиді ыдысқа салып, үстіне какао қосамыз да, кішкене бөлігін алып қаламыз. Бір бөлігін алып қалғаннан кейін сары майды құямыз. Одан кейін шоколад пен арахисті езіп, оны да осы ұнтаққа қосамыз. Жақсылап араластырып, видеода көрсетілгендей шариктер жасаймыз. Сосын оны вафельді крошкеге аунатып аламыз. Міне достар, вафельді шариктеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады.